Марокконың ортағасырлық тарихшысы Әл-Ифрани жұрт жайғасқан соң, ислам ғұламасы алға шығатта пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәләмнің ізгі сипаттары жайында әңгімелейді. Оның туғаннан бастап өмірінің соңына дейін басынан кешкен жайттарын саралап шығады. Алайда пайғамбарға жыр арнау дәстүрі оның көзі тірі кезінде де болған. Мысалы, Кағып бин Зухайр атты ақын оған Банат Суат атты поэмасын арнаған. Осы ақынға еліктеп көптеген шайырлар пайғамбарымызға өз жырларын бағыштап отырған. Еліміздегі белгілі айтыс ақыны Дидар Қамиев бауырымыздың пайғамбарымызға арнаған өлең жолдарынан арнайы жыр шашу ретінде алдарыңызға Мәдіхан Тәжиевті өнер жолындағы бауырымыз шақырайық, қарсы алыңыздар. Тілімнен өлең жауса қарша бұрап, айырар ақ қарасын ел саралап. Ассалаумағалейкум баршаңызға, бауырларым жүрмесін сау сәлемет. Кешегі қараңғылық дәуірінде жұмыстар көп жасалған жаңсақ ағат. Надандық зұлымдықтан шаршаған ел, бір елшінің келуін аңсаған ақ. Дүниесігін ашықтау сол мезетте Мұхаммед жер жаһанға жар салады. Шақырып адал дінге адамзатты жәннатқа апаратын жол салады. Сол күндау мұсылмандар мәуліт дейді, түсіндіре кетейін сәл шамалап. Аллахтың елшісіне салауатты айту бар мұсылманға тән саналады. Жаратқанға арналсын барша мадақ, айтылсын пайғамбарға мол салауат. Мәулітке басып келген қадамдарың сауаптан болсын дайым бар жамағат. Жиналған жамағатпен бірге өткерген мәулітті расулдау үлгі еткен жөн. Жайлаған қараңғылық дінсіз дәуір, қараны ақ жалғанды шын деп келген. Құттардау құдай санап қызын көміп, арабтар бастан қиын күнді өткерген. Қарайып жүректері кірлеп келген, аузын ақиқаттың күрмеп келген. Күнәға шомып тұрған сол ғасырда Алла елшісі ең таза діндап келген. Харам менен халалды ажыратып, Құранды хақ Алланы бір деп келген. Барлық адам баласын бірдей көрді, жоқ ешкімді қожайын құл деп бөлген. Жүрсін деп мен қалдырған сүннеттермен, үміт күткен ең соңғай үмметтерден. Қос дүние бақытының жолын нұсқап, қос дүние сұлтаны боп құрметтелген. Қараңғылық дәуіріне сәуле шашып, Алланың рахымымен нұр боп келген. Расулдың туған күні мейрамды күн, ендеше байқалмасын бейғамдығын. Айтайын үлгі қылып ақ некесін, Хадиша анамызбен қиғандығын. Надандыққа оранған ортасынан, тура жолды іздеуде қиналдымын. Қаланың ұшуынан шаршағандан, Нұртауында өткіздау кейдер күнін. Бір күн ай Жәбірейіл періште кеп, жібердау нұрландырып қиран күрін. Раббыңның аты менен оқы деді, айтты алғаш қан болып ұйғандығын. Сол жомарт Раббың дедау үйрететін, қалау менен жазуды жинау ділім. 40 жаста пайғамбар болды осылай, жаратқан сүйіншілеп сүйген құлын. 23 жыл уақилар келіп жатты, ардақ елші көкейге түйді әрбірін. Осылайша Алланың қалауымен күллі әлемге тараттау иман нұрын. Осылайша Алланың қалауымен күллі әлемге тараттау иман нұрын.
Раббының орындаған күшті әмірін, пайғамбар жасаған әр іс тағылым, небір қиын азапқа душар болдау таратам деп ең ауыр тұста дінін. Жақындары сол кезде жау боп шықты, ата діннен безді деп қыста бұлын. Қалауыңды алдағы діннен бастарт, күрмеуге келмейді деді қысқа жібің. Бәдірмен хандап Ухуд шайқасында, сахабаның ажалды құшқанымың. Дін үшін сонда дағы берілмеді, бәріне төзіп жаудың қыспағының. Таифқа барғанындау таспинатта, таптың деп салтымыздан тысқарыдың. Сол кезде періштелер ашуланды, елшінің білмедау деп еш қадірін. Қостауды бірақ қосып бұл қауымның, жоялық деді бірден түп тамырын. Сонда Расул олармен келіспедау, ашуына жеңдірмей күш сабырын. Пайғамбар екенімді білмейді олар, деп сонда елжіретті-ау іш бауырын. Ұрпақтар иманды болар бәлкім, бізді қуып шыққанмен тысқа бүгін. Деп Алладан кешірімін тілей берді, өзін өлім тілеген дұшпанының. Мейірім нұрға толы пәк жүрегі, адамзат атаулыға нұсқа бүгін. Шіркін әркім өзін үлгі қылса, Мұхаммедтің осындай ұстанымын. Әмина Мұхаммеддей нар ұл тапты, нар ұлы тани білді әділ хақта. Жасаған 63 жыл ғұмырында, ғаламда ақиқаттың шамын жақты. Былық жайлап бықсыған тас түнектен, жарыққа алып шықты қалың топты. 63-ке келгенде науқас меңдеп, денесі күннен күнге ауыр тартты. Қоштасып сонда барша үмметімен, жадыраған жандарын жабырқатты. Айырылу ең сүйікті адамынан, жандарына тиебеді-ау ауыр қатты. Ұлы Раббым деп соғып алып жүрек, осылайша мәңгілік дамыл тапты. Қос дүние сұлтаны Мұхаммедте міне осылай өлімнің дәмін татты. Ғаламға рахым нұрын шашалыпты, талай жүрек көзін ашалыпты. Үмметімен қоштасқан Мұхаммедтің ең ақырғы құтбасы жасалыпты. Мен біреуді ренжітсем кешірсін деп, өзі де басқалардау кеш алыпты. Кім Расул өлді десей басын алам, деп Омар көзін ыстық жасалыпты. Көңілі сенбегенмен өзекті жан, өмірден өтетіні рас анықты. Мәңгілік өлім дәмін татпай тұғын, әзәли Алла ғана аса мықты. Жанына жаратқандау қылды қорған, дүниенің екенін білді жалған. Бар адам баласының бақыты үшін, ғибратты талай істі тындыра алған. Барлығымыз жаңылмай жүрейік жау, Мұхаммед салып кеткен нұрлы жолдан. Уа бауырлар, жаңылмай жүрейік жай, Мұхаммед салып кеткен нұрлы жолдан.